Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен бүгіннен бастап сендердің жаңа мұғалімдеріңмін. Мұғалімге деген құрмет қайда? Орындарыңыздан тұрсаңыздаршы. Сәлем. Сәлемінес, сәлеметсіз бе? Сен ұстазыңмен қалай сөйлесіп тұрсың өзі? Неге кешігіп жүрсіз? Отырыңыз бар. Жарайды, отырайын. Бірақ қайда? Қазір Балқан Маратовичке немесе Айман Бақытбековнаға алып барайын. Сол кезде қалай отыру керектігін білетін шығарсыз. Әсел, сен өзі талма вирусқа шалдықпаған жоқсың ба? Мұнда не үшін келген есіңнен шығып кетті ме? Не дейді? Біз бүгін ұстаздарымызды төл мерекесі, мұғалімдер күнімен құттықтап, көтеріңкі көңіл күй сыйлау үшін мерекелік іс-шара өткізуге келмедік пе? Саған не болды? Мен осы жылда мұғалімдер күні өзімнің оқушы екенімді ұмытып, кәдімгідей мұғалім образына еніп, біраз шыға алмайтыным бар. Ұстаз деген ол жай ғана рөлге ену емес. Білесің бе, ұстаз деген мектеп табалдырығын алғаш аттағаннан бастап, оқушының бойына білім нәрін сеу, саналы азамат тәрбиелейтін ұлы тұлға. Сондықтан да бүгін еліміздің келешегі жас ұрпақ білімі мен тәрбиесі жолында аянбай еңбек етіп, ойы биік, сөзімен сөйлескен ұстаздарға қандай да мақтау, мадақ айтсақ та артық болмас. Бүгінгі мерекелік кешіміздегі әсем ән, тәтті күй, би, қошемет, құрмет, ізгі тілектердің барлығы ұстаздарға арналады. Олай болса, кешімізді бастамай неге тұрмыз? Бәрінің назары бізде. Жиналсында? Залда өзің көріп тұрғанда ешкім жоқ. Ұстаздардың барлығы компьютердің арғы жағында күтіп отыр. Менің бойымды ұстазыма деген сағыныш билеп, тіпті онлайн екенін ұмытып кетіппін. Ал олай болса, армысыздар, қадірменді ұстаздар. Бүгін міне жылдағы игі дәстүрмен ұстаз деген ұлы кәсіптің барша иелерінің төл мерекесі де келіп жетті. Мерекелеріңіз құтты болсын. Ұстаздық ету жай ғана кәсіп емес, бұл әркімге бұйыра бермейтін ұлы өнер деп елбасымыз әрқашан ұстаздар қауымының еңбегін жоғары бағалап келеді. Осындай қолдаудың арқасында біздің мұғалімдер де ұрпақ тәрбиесіне есел еңбегін аяғанымыз. Сіздерді бүгінгі төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздердің дана көңілдеріңіз әр оқушының жан дүниесін нұрландырып, жүрегіне шапағат нұрын төгуде. Мерейлі мерекеде дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, ал істеріңізге сәттілік тілейміз. Білім жолында талай жылдан бері адал қызмет етіп келе жатқан, жүрегі шәкірт деп соққан ұжым арасында ерекше құрметке ие, еңбекқор, креативті, білікті басшы Балқан Маратұлы. Барлық ұстаздар мен оқушылар атынан сізді бүгінгі төл мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздің көрегендігіңіздің арқасында біз, шәкірттеріңіз бүгінде толағай жетістіктерге жетіп, биік белестерді бағындырып жүрміз. Сізге шәкірттік сезіммен зор алғысымызды білдіріп, бас иеміз. Сізден ұрпақ тәрбиелеу жолында елеулі еңбек етіп келе жатқан ұстаздар қауымын осынау кәсіби мерекесімен құттықтап, ізгі тілегіңізді жеткізуіңізді сұраймыз. Сәлематсыздар ма, құрметті ұстаздар? Сіздерді бүгінгі ұстаздар күні мерекесімен құттықтаймын. Ұстаз деген әрбір адамның өмірі үшін бір ерекше жан деп есептеймін. Өйткені кез келген балаға алғашқы әріпті үйрететінді ұстаз, алғашқы әріпті жазуды үйрететін ұстаз, ол сандарды санауға үйрететінді ұстаз. Өмір бақи міне осы бала 6 жастан бастап сол мектеп бітіргенге дейін сол ұстаз барлық осы өмірде бір тура жолмен жүруді үйрететін ол ұстаз. Бір адаспайтындай. Сонымен қатар ұстаздарымыз жаңағы пәндік білімінде береді. Енді ең негізгісі мен ойлаймын сол өтірік алдамау, жаңағы халықтың азаматы болу, сол негізгі адамға қажетті бір адами қасиеттерді балалардың бойына сіңдіретін ол ұстаз. Сондықтан міне бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Ал енді мына ұстаздар үшін ең бірінші бақыт ол оқушыларының бір
жақсы бір жетістікке жеткені. Негізі мен бүгін ойланып қарап отырсам, қандай адамдар, кім енді кез келген адамның бір жетістігіне кім бір жақсы қуанады. Әрине кез келген адам үшін оның бір жетістігіне қуанатын ол міндетті түрде әке-шешесі. Әке-шешесі не істеп жатса да, бірдеңе бүлдіріп жатса да, ол баласы не істеп жатса да, ол әке-шешесі үшін ол әр қашанда бір жақсы сондай бір не болып табылады. Тура сол сияқты енді басқа бір жағдайларда бір жетістікке жетіп жатсаң, бәлкім сенің көршің қуана ма, қуанбай ма, ол екі талай. Данағы досың, құрбың да қуана ма, қуанбай ма, ол екі талай. Мен ойлаймын, ең бірінші баланың жетістігіне қуанатын ол ең бірінші әкесі мен шешесі, екінші қуанатын ол әрқашанда ұстазы деп есептеймін. Сондықтан міне осы пандемия кезінде бізде оқушылар келіп өздерінің немене істеп жатқандарын келіп біздің жағдайымызды біліп кетіп жатқанның өзіне бізге бір үлкен дәреже. Біздің оқушыларымыз жақсы бір нәтижеге жетіп жатса, ол үлкен дәреже. Енді бүгінгі таңда мектеп осы 7-8 жылда жетістіктер өте жақсы, өте мықты. Түркістан облысында да, осы Шымкент қаласында да біздің мектепті барлығы таниды. Кеше ғана неден Қарағанды телеканалынан келіп бір не түсірмекші болыпты. Адам туралы. Сонда келіп мені кеп нетіп жатыр. Значит, біздің мектепті таниды деген сөзді. Біздің мектеп ел аузында жүрген мектеп. Біз көп мектептер бізден үлгі алады. Оның барлығы осы ұстаздардың еңбегі деп есептеймін. Әрине, қазіргі таңда мынау кішкене пандемияға байланысты сабақ беру үрдісі қиынға түсіп жатыр. Бірақ дегенмен күнде бізде байқап отырмыз, мұғалімдер сол бұрынғыға қарағанда кейде одан да көп жұмыс жасауға тура келіп жатыр. Күндіз түні аянбай жұмыс жасап жатыр. Міне бүгін ата-аналардың бір қатары келіп кетіп, жаңағы біздің жұмысымызға үлкен, біздің болған кезде сіздердің жұмыстарыңызға үлкен баға беріп кетіп жатыр. Өйткені көп үйлерде біздің мектепте оқитын балалар да бар, басқа мектептерде де оқитын балалар бар. Сонда қарап отырса, сіздердің оқуларыңыз өте жақсы қойылған. Балалар күнделікті өздері дамып жұмыс жасап жатыр дейді. Басқа нелерде енді оқып атқаны бар, оқымай атқаны бар, бірақ сіздер бәрін қадағалап отырсыздар деп сөйтіп осы мына мектеп қашан ашылады екен, бүкіл ұстаздар, бүкіл ата-аналар қауымы келіп өздері құттықтап келіп жатыр. Сондықтан мерекелеріңіз құтты болсын. Әрқашанда туған туысқандарыңыз аман болсын. Қазіргі таңда ең бірінші міне байлық, ол денсаулық, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Туған туысқандарыңыз аман болсын. Әрине, міндетті түрде бір кез келген жұмысты бір жақсы орындау үшін сенің материалдық жағдайың, жаңағы бір рухани жағдайың, ол да бір жақсы болу керек. Бұрынғы кезде кейде бір мектепте жүрген кезде бірін-бірін қарап, бірін-бірін жұмысын қарап, кейде бір ұнатпай сөйтіп жатушы еді. Қазір әрқайсысы өзімен өзі, өзден басқа ешкімді көрмейді. Бір жағынан бұл енді біз өзіміздің құндылықтарымызды бір қайта қарайтындай болып, қазір бірін-бірімізді көрсек, бір қуанып қауышатындай заманға жеттік. Енді осы індеттен тезірек құтылып кетуге мен тілектеспін. Сөйтіп мектебіміз есігін қайтадан оқушыларға айқара ашып, осы әдеттегідей әр дүйсенбіде жиналыстарымызды өткізіп отырсақ, сол бір жақсы не болады. Енді біздің бүгінгі күні жаңағы біраз марапаттарымыз бар. Сол марапатқа жол берейік. Так, алғыс хат. Сізді қоғам мен адамзат алдындағы еңбегіңіз өлшеуші, сізге өскелең ұрпақ тәрбиелеудегі өрелі жұмыстар және мемлекеттің гүлдену жолындағы атқарған абыройлы істеріңізге алғыс білдіреміз. Ұлттың ұлағаты бола білген сізді ұстаздар күні мерекесімен құттықтап, амандық, деніңізге саулық тілейміз. Құрметті Жайна Батырбаевна. Құтты болсын.
Все. Әкеңіз, мен қалғандарын бәрін бере берейін. Дана Айтжановна. Дана Айтжан әлін біздің бүкіл балаларымызды SAT-дан мықты нәтиже көрсетеді деп әлін. Рахмет. Нұржан Асанұлы. Жақсы болды ма келіп? Мектепке келіп бір түрлеріңізді көріп қалдық. Алма Нұрхановна. Сіз прямо ары қарай вечерге баратындай екенсіз. Осы бетте вечерге кетіп қалу керек қой деймін. Оразгүл Талабердиевна. Құтты болсын, марапат құтты болсын. Мақпал Шакирхановна. Мен есімде Мақпал мен кім Сәуле ғой да? Мен бірінші рет таныстырып едім ғой сол кезде. Касимова Мақпал, одан кейін Ешанова Сәуле деп сөйтіп өткен кезде коллектив бір күлген несі бар еді. Так, енді келесі бір марапаттау легі ол бізде ненің Түркістан облыстық Қазақстан Халқы Ассамблеясының алғыс хатымен бізде сізді жоғарғы кәсібилік біліктілігіңіз, педагогикалық талантыңыз және атқарған игі ісіңізге деген адалдығыңыз, шәкірттеріңізге деген жақсы тәрбие мен білім беруге қосқан үлесіңіз үшін алғыс білдіреміз. Қазақстан Халқы Ассамблеясының негізгі ұстанымы ынтымақ пен бірлік, қоғамдық келісімді сақтауда және жастарды отан сүйгіштікке тәрбиелеуде талмай еңбек етіп келесіз. Алдағы еңбектеріңізге табыс, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілейміз деп біз ортаға Әлжан Бақыт Әмірбек қызын шақырамыз. Бұл кісінің еңбегі зор, модель ООН, бүкіл шетелдің бәріне осы кісі барып жүр, ближний зарубежье. Рахмет. Тура осындай алғыс хатпен бізде Жусупова Юлия Калмурат қызы. Менен бик болып кетсіз ғой. Тура осы мәтіндегі алғыс хатпен Абилова Тамара Махмудовна марапатталады. Бізде кураторлардың да жұмыстары өте бір ауыр, білінбейді. Қазір ана кім? Мира бізде аны куратор болып келіп нетіп жатыр енді. Шын кураторлардың жұмысы көрінбейді, просто байқалмайды. Келесі тура осындай мәтіндегі алғыс хатпен бізде Шәкірбаева Асемай Сазберген қызы марапатталады. Асемайдың да класы әрқашанда бір жақсы бір жетістіктерді көрсетіп жатады. Оның барлығы кез келген сыныптың жетістігі ол кураторға байланысты, тікелей байланысты деп есептеймін мен. Рахмет. Тура осындай мәтіндегі алғыс хатпен Олжабай Айым Әділхан қызы марапатталады. Байқасаңыздар, ылғи вот как раз ассамблеяның марапаттарына лайық адамдар, ылғи өздері сырттан жүріп жұмыс тауып алатын адамдар, молодцы. Сондай болу керек. Рахмет сізге. Так, енді бізде еліміздің өркендеп өсуіне сүбелі үлес қосып, өзіңіздің білікті де білгір маман ретінде қосып жүргеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта бар күш жігеріңізбен мол тәжірибеңізді еліміздің өркендеу жолында аянбай жұмыс жасай береді деп сенеміз. Сізді ұстаздар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Осынау мереке қарсаңында сізге зор денсаулық, қажымас қайрат,
барлық бастамаларыңызға баяндылық және отбасыңызға бақ береке тілейміз. Ізгі ниетпен Шымкент қаласы білім басқармасының басшысы Жанат Арысбековна Тажиева бұл жерге шақырылады. Құрметті Архабаева Жанар Қуанышбаевна. Кешема сабақ беріп жатыр. Кәдімгі бұл кісіге, по-моему, онлайн емес, барлығы видеосын қосып қой, барлығы бүйтіп дәл алдында отырғандай болып жатыр ғой. Рахмет сізге. Жылқыбаева Рафия Бостанна марапатталады. Көп рахмет. Бұл кісі ылғи былтыр Астанаға барып, ылғи статья жазып атады, бірдеңе қатысып атады. Үлкен рахмет. Дарбаева Нағима Тұрдыбаевна. Бұл кісінің енді орны мүлдем ерекше, айтатын сөз жоқ. Просто эмоции. Трансляцияның бәрі осы кісінің арқасында. Осы күнге жетіп отырғанымыз осы кісінің арқасында. Куланова Фариза Акимжановна. Қазір кішігірім жұмыссыздыққа ұшырап қалады, бірақ бүкіл осы мектептің әдемілігі осы өнер пәнінің ұстаздарының арқасында. Сіздерге көп рахмет, мыңда бір рахмет. Так, Жүнісова Мөлдір Есеналиевна. Ол кісі жоқ па? Бізде куратордан бастап, қазір мұғалім, сөйтіп завуч, директор болып жүреді шығар. Жанжігітова Гүлзада Базарбайқызы. Гүлзада да өзі и киноға да түседі, и журнал шығарады. Бүкіл қандай жаңалықтар бар осы әлемде, соның барлығын, шығармашылықтың бәрін өзі тауып алып, өзденіп, өзі үйреніп жүреді. Рахмет. Арымбаева Жанна Маратовна. Бүгін ата-аналар келіп жатыр, содан біз неге неткен кезде бәріміз как-то мәңгіріп қалдық дейді, неге шыққан кезде. Сонда осы психологтардың арқасында кәдімгідей ойын ойнатты, үйтті, бүйтті де бүкіл сіздердің еңбектеріңізді айтып жатыр. Сіздердің қазіргі қиын кезде барлығы негативщик болып жатқан кезде сіздер сол позитивный бір не әкеп жатсыздар да. Көп рахмет. Атакулов Әділ Мұхаммедкулович. Ол кісі де нағыз позитивчик. Ол кісінің қасында вообще психологтар жайына қалады. Так, Дүйсенбиева Жанна Алтынбековна. Так, Жанна Алтынбековнамыз қайда? Ол кісі бізде бірінші күннен бастап жұмыс жасайды. И куратор болды, не нетті. Біздегі тоже өте ізденімпаз сондай ұстаз. Бүкіл прям барлығы флаг на жерде тұру керек па, значит ол осы жерде тұру керек, басқа 1 сантиметр анда-мында 1 миллиметр жылжымайды, өте бір сондай еңбекқор адам. Жалпы жаңағы алдындағы ұстаздарымыз бәрі еңбекқор. Бегімбет Мереке Мырзалықызы. Да, ол кісі келмеді ме? Елдің бәрі келемейді, осы Қазақстанда ма өздері? Қазіргі таңына мынау немен шынымен пандемия кезінде кім қайда екен өзің білмейсің. Білмеймін, кейде анау несінен өткенде кім? Нұрсұлтан бір видеоларым ба, бір жақта анау неде жүр, қайындыда жүр ма, білмеймін, соны ойлап қойым, біз мұғалімдер интересін осы жақта ма екен, басқа жақта жүр ме екен деп. Мереке де бізде өте не, өте сондай, ең бірінші мен Мерекенің жұмысқа алғаным есімде, неде, как раз политехнический колледжда сол жерде неге кеткен, собеседованиеге келген, содан бері бірге жұмыс жасап жатырмыз, жақсы нәтиже көрсетіп жатыр. Так, келесі біздегі не? Құрмет грамотасымен жас ұрпақтың рухани және зияткерлік дамуына үлес қосқаны үшін Кипчакбаева Айман Бақытбековна марапатталады. Басқарма төрайымы Жашна Ғатайына бір ауыз сөзбен, енді это стоит. Құтты болсын. Рахмет. Тура сондай грамотамен бізде Сахова Айгүл Нағатаевна марапатталады.
Бұл кісі күнде келіп осы мектепке сабақ береді. Молодец. Сарсембаева Әсел Мұратжанна марапатталады. Өте креативный, қашан сабағына қосылып атсаң, бүкіл құндылыққа тәрбиелеп жатады. Рахмет сізге. Так, енді бізде алғыс хатпен осы дербес Назарбаев зияткерлік мектептер дербес білім беру ұйымының дамуына жеке үлес қосқан үшін Мыңбаева Жанар Сейдилаевна марапатталады. Бұл кісіге өзі кафедрасы ең бір ауыспалы кафедра. Таңертең келеді, түстен кейін кетіп қалады кафедрасында, ешкім қалмайды. Бір өзі ғана жүр, ана қасында бұрын сырым бар еді, ол да жоқ енді. Сізге табыс. Барлықбаева Алима Мұраталиевна. Бұрын мектептің қай ата-анасы қай жерде екенін бүгін кім ғана білуші еді? Кім еді? Айгүл Хамитханна. Қазір ол кісі бүкіл несін Алима Мұраталиевнаға тапсырып кеткен. Иә. Барлық куратор Алима Мұраталиевна сияқты қай ата-ана, қай жерде істейді, кім бар, мне кажется, үйлерінде табысы қанша, бәрін біледі. Мне кажется, өзі әйелдері, сол күйеулері туралы қанша Алима Мұраталиевна біледі, сөйтіп білмейді шығар, мне кажется. Рахмет. Рахметулла Зейнулла Сейдуллаұлы. Зейнулла бізде любой техниканың бір қыр-сырын біледі. Тоқтап тұрған заттың, любой затты дөңгелетіп жүреді ғой. Қазір енді өзін сол сабақ беру жағында да көріп жатыр, бірақ ана дөңгелектердің бәрі ұмытпа. Табыс тілеймін. Болдық па? Все, көп рахмет. Отыра берсем болады ғой? Марапаттарыңыз құтты болсын.
Ақжол, тұрсаңшы, ей, тұр деймін. Қап, жай ғана түсім екен ғой. Түсімде білім министрі өзінің жаңа реформасын таныстырып жатыр екен. Адам күндізіне ойласа, сол ми қыртысында қалып, түсіне кіреді. Министр болуды армандаған шығарсың. Жалпы, дәмең зор екен өзінің. Министр болам дейді ғой. Министр болатын кезде резюмеңе бүкіл мұғалімдерді мереке күні өзіңе қаратып қойып, ұйқыға қалып кеткенін жазуды ұмытпа. Ой, Әсел, қойшы, өзім де ұялып тұрмын. Білесің бе, егер мен білім министр болсам, мұғалімдердің жүктемесін азайтып, ставкалық айлық жалақысын $2000 көтеретін едім. Қажет болса, тіпті аспаннан жұлдызды жұлып алып, ұстазымның жүретін жолына төсер едім. Бір қолына әлемнің барлық игілігі мен білімін, бір қолына оқушының санасы мен жүрегін ұстаған ұлағатты ұстаздар еңбегі қандай да болса құрметке лайықты. Сондықтан да, құрметті ұстаздар, бүгінгі мерекеде біздің ата-аналарымыз да өз құттықтауларын тарту етпек. Болған Маратұлы бастаған химия биология бағытынан Назарбаев зияткерлік мектебінің аса қадірлі ұстаздары. Сіздерді бүгінгі кәсіби мерекелеріңізбен оңтүстік мұнай-газ ұжымы атынан және 8-ші Л сыныбының ата-аналары атынан шын жүректен құттықтаймыз. Осынау қиын қыстау кезеңге қарамастан балаларымыздың жақсы білім алу жолында аянбай жасап жатқан еңбектеріңіз үшін рахмет айтамыз. Абыройларыңыз асқақ, мәртебелеріңіз әрдайым биік болсын, шәкірттеріңіз биік белестерден көріне берсін. Құрметті химия биология бағытындағы Назарбаев интеллектуалдық мектебінің ұстаздары, сіздерді ұстаздар күнімен құттықтаймын. Қазақстанымыздың жарқын болашағы жастарға шаршамай, талмай тәрбие беруде, білім беруде сіздердің еңбектеріңіздің үлесі зор. Еңбектеріңізге табыс тілеймін. Шымкент қаласындағы 2-ші өрт сөндіру бөлімінің бастығы азаматтық қорғау подполковнигі Тұрматов Айдынбек Темірбекұлы, Шымкент қаласындағы химия биологиялық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебінің ұстаздарын алдымызда келе жатқан ұстаздар күні мерекесімен шын жүректен өзімнің ұжымның атынан құттықтаймын. Құрметті ұстаздар, сіздерге мол бақыт, отбасыларыңыз амандық, еңбектеріңіз жемісті және еліміз аман, жұртымыз тыныш болуына тілектеспін. Ұстаздар күні мерекесі құтты болсын. Ұстаздарды құттықтаймыз! Химия биология бағытындағы Назарбаев интеллектуалды мектебінің педагогикалық ұжымы. Сіздерді келе жатқан мұғалімдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қазақстанның келешегін қалайтын білімді де, ілімді жастарды тәрбиелеудегі сіздердің зор еңбектеріңізге үлкен рахмет айтамыз. Сыздықова Гүлбану Жұмағалиқызы, Кентау қалалық орталық аурухананың ұжымы атынан. Құттықтаймыз! Мен Оразалиев Олжас Төленұлы, 8-ші сынып оқушысының Төлен Ақберейдің әкесі. Аса қадірлі Назарбаев зияткерлік мектебінің ұстаз қауымы, сынып ата-аналары және Түркістан облысының оқушылар атынан кәсіби мерекелерімен шын жүректен құттықтаймыз. Осы мерейлі мерекеде отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілейміз. Елімізді бүкіл әлемге танытып, көк туымызды желбіретіп, спортшыларымыз да сіздерден тәлім тәрбие алған. Сіздердің ерен еңбектеріңіз үшін алғыс білдіре отырып, алдарыңызда бас иеміз. Мерекелеріңізбен құттықтаймыз! Дорогие уважаемые наши учителя, кураторы, психологи, под руководством директора Волкана Маратовича, разрешите поздравить вас с профессиональным праздником, с Днем Учителя. В работе вы не топчетесь на месте, активно птицы летите вперед, увлекая за собой взрыв знаний, даже самых ленивых. Пусть ваше учительство будет крепким еще долгие годы, а вы сами живете в радости. Вы умеете заразить
своих учеников жаждой познаний, как никто другой. Просим вас радовать своей работой как можно больше поколений. Будьте счастливы и здоровы. Пусть детей трудней задачу бывает сложно отыскать. Пусть будет весь ваш мир охвачен восторгом, что не передать. Пусть труд приносит наслаждение, стремительно растет оклад. Пусть засияет настроение в ваш день учителя. Вам наград. Знания и навыки, которые вы даете и прививаете нашим детям, бесценны. Мы, родители, благодарим вас за ваши лекции и желаем вам крепкого здоровья и мудрости, терпения и оптимизма. Пускай каждый день приносит благодарные плоды. Пусть дома вас ждут уют и любящие сердца, а в душе пусть всегда царит спокойствие. Спасибо вам за заботу, за тепло, что дарите нашим детям день за днем. Мы знаем, детям очень повезло. Добрее вас нам просто не найти. И учите предметы своему, умеете понятно объяснить. На зачем и почему не ленитесь ответы находить. Желаем вам задора, блеска глаз, пусть каждый день к открытиям ведет. Примите поздравления от нас, пусть хватит сил на весь учебный год. Уважаемый преподавательский состав Назарбаев интеллектуальной школы, мы, родители, от всей души поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Желаем вам добра, счастья, крепкого здоровья, больших успехов и много-много побед. Выражаю благодарность коллективу нашей школы за предоставленную возможность участия в программе для родителей и их детей «Крепкая семья», благодаря которой мы, строгие, заботливые родители, демонстрируя свою любовь, также научились устанавливать определенные ограничения. Мы помогаем нашим детям вырасти ответственными, заботливыми молодыми людьми нашей республики Казахстан. В осенний денек примите от родителей учеников 8 Л-класса теплые и сердечные поздравления. Вы с честью и ангельским терпением несете на себе заботу о воспитании наших детей, и за это вам, учителя от родителей, низкий поклон и огромная благодарность вам от нас. Пусть любовь и достижения учеников и уважение коллег дарят вам вдохновение на ежедневные подвиги в работе. Желаем успехов, удачи в вашей деятельности, железного здоровья, благополучия и счастья в вашей жизни. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастье поделись с другим. Fast, 400 on the dash, 55 bills, but 50 for the taste on the bag. I don't really like to brag, running my socks when I'm stepping out the safe. Somebody hit in the morning cause I'm whiskey dick. Got my brother out in cash, good flipping chickens. Free bro from the can, I ain't talking whippers. Bitch, I make beats, ain't bad decisions. You a sweet ghost, stop the bitchin'. I ain't really fucking with you if you ain't with a vision. First since you came through, pulled down my bridges. I ain't spending no bread, but I'm paying her visit.
from a leg going up, but she can't get it. She wanna hit her rolling up, got that Popeye experience. Told me that I'm a child, told her quit the kid. I'ma pass it to my brother, let him hit the kid. She a vixen on the kid, so I grab my iPhone. She down with the head, got me doing an eye roll. She put on the film, got a chicken in the B-roll. Put my D in her feet, got a second to say no. Fast, 400 on the dash, 55 bills, but 50 for the tax on the bag. I don't really like to brag. Got in my shots when I'm stepping out of sight. So I hit it in the morning cause I'm whiskey digging. Got my brother out in cash for flipping chickens. Free room for the king, I ain't talking with this. Bitch, I make beats, ain't bad decisions. I'm not sweat, little bitch. Ақжол осы мұғалімдерге өз жұмысында ең қатты ұнайтын не? Білмедім. Мүмкін демалыс, отпуск шығар. Одан басқа не болуы мүмкін? Иә, келісем. Айлық алған әсіресе ұнайтын шығар, иә. Қалталы болған кімге ұнамайды? Байқайтын бедің, осы біздің ұстаздар айлық алғанда ерекше байқалатын еді. Көңіл күйлері ерекше бір көтеріліп, банкомат пен асхана кассасының алдында кәдімгідей пробка болатын еді ғой. Әзілдеп жатырмын. Құрметті ұстаздар, бүгінгі төл мерекелеріңізде сіздерді барлық зияткер оқушылар атынан шын жүректен құттықтаймыз. Еңбектеріңіз әрқашанда жемісті де табысты болсын. Шәкірттеріңіз сіздердің еңбектеріңізді ақтап, биік шыңдардан көріне берсін. Әмияндарыңыз әрқашан ақшаға толсын. Қазақта әзілің жараса, атаңмен ойна деген жақсы сөз бар. Ендеше ұстаздарымыздың әзіл видеосын тамашалайық. Уважаемые коллеги, идите енді. Осылай білім запасы көтеріп жүре берейік. Как? Вот я все время думаю, боже, какая у нас трудная жизнь. Отступление. Ага. Да. Давайте студент начнем урок. Нести. По-самому безопасность. И по-самому пьяный. Не суемайтесь. Это так страшно. Супер новость для меня, для школы, для всего школьного сообщества. Негізінен қалай болғанда да бір нәрсе құтыларымыз, иә? Қалайсыздар? Осының бәрін айтып, сіздердің көңіл күйлеріңізді бір түсірсем ба, немесе қуандырсам ба, қалай ойлайсыздар? Шынымен ба? Шынымен ба? Ура! Не? Какая-то трагедия. Да? Видел же все это, была, видели же все это? Осылай, Нет, неправильно, это такое не бывает. Что там вообще бег? Шубан Молдағалиев, Қадыр Мырзалиев, осыларды дәріптеп, біздің насыр парыздар, йоу. Мәссаған. Былайша айтқанда, Қазақстан экономикасы өте қатты көтерілетін болады. Ура! Здравствуйте. Сегодня я хочу с вами провести вебинар на тему доверия. Подождите, слышите? Как перевести этот подростковый возраст? Вашим детям легче? Это улыбка. Иванов, почему ты там, смотри, Иванов, сюда смотри. Шустрее по урокам, шустрее. Низким, просыпаемся.
көп нәрсе есіне түседі. Как это может происходить? Тезірек бітірейік балалар. Тез-тез мақұл, ұятқа қалып кетпейік. С вами мы сегодня провели достаточное времени, и на этом мы с вами заканчиваем сегодняшнее. Ура, 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 заканчиваем. Мы пойдем все в ресторан. Эй, не держатайым жана. И мать сидит у колыбели. Қазақстан экономикасының дамуындағы негізгі мәселелер, мына қазір өзекті мәселелер болып отырған. Ну я так-то не знаю. Я не знаю. Не хочу просто увидеть красиво. Просто я не знаю, когда мне страшно становится. Я не так часто испытываю это. Ой, Қазір шықпай. шаттанып шәкірт қиялы білімнің ұғып бағасын бойға жияды бағалай білген ұстаздар ардақты жандар оралмай кеткен сағындық алтын ұяны
ұстазым, мың алғыс саған. Әсел, осы саған бір жұмбақ жасырсам қалай қарайсың? Қандай? Тыңда, көлемді жұмыс жасайтын, талмай қанат қағатын, еңбек көзін табатын, онлайн десе шағатын. Бұл кім? Білмеймін. Мамандық есі шығар? Жоқ, бұл біздің Назарбаев зияткерлік мектебінің ұстаздары. Осы біздің ұстаздардың қасында тіпті Duracell батарейкасы да шыдамай қалатын сияқты. Жеке өмірі, отбасы, бала-шағасы, кредиттері кешіріңіздер. Осының бәріне қашан үлгереді өзі? Я, менің өзін-өзі басқару күні. Бірақ сабақ дайындайым деп қаншама күш қуатым уақытым кетті. Ал біздің ұстаздар уақытпен санаспай, таңның атысынан күннің батысына дейін еңбек етіп, жаңа ақпараттық технологияны, қызықты әдіс тәсілдерді пайдаланып, слайд жасап, сабаққа тыңғылықты дайындалады. Сабақтан бөлек жоспар, соч жасап, дәптер тексеріп, әртүрлі құжат толтырып, жиналыстарға қатысып, семинар, вебинарлар өткізсе де шаршап шалдығуды білмейді. Оның үстіне әр баламен тіл табысып, жүзінен әрдайым мейірім шуағы төгіліп тұрады ғой шіркін. Дұрыс айтасың, ұстаз орны мәңгілік құрмет төрінде. Әсіресе қазіргі таңда елімізге тосыннан келген індетке байланысты қашықтықтан оқытуда ұстаздардың еңбегін бүкіл әлем мойындап, құрметпен басиды. Ұстаздардың арқасында шығар, өзімізге деген сенімімізді жоғалтпай, үйімізде отырып ақ сапалы білім алудамыз. Осындай қиын қыстау кезеңде білім беру жүйесіндегі өзгерістерге шапшаң бейімделіп, қиындыққа мойымай, өздерінің мықты екенін тағы да дәлелдеген білікті ұстаздарымыз барда, елімізде ешқандай вируста, кризиста, соғыста жеңе алмайтыны хақ. Оқушылардың мұғалімдерге деген жылы лебізін көрсететін бейнероликке назар аударыңыздар. Адамның адамгершілігі жақсы ұстаздан деп Абай атамыз айтып кетпекші. Адам өзінің білімін шыңдау сапарында бір адамға ерекше қарсы. Ол ұстаз. Ұстаз мектептің жаны. Ұстаз қандай болса, мектеп те, оқушы да сондай болады. Мұғалім ересек өмірге қадам басуға көмектеседі. Сыйластыққа, мейірімділікке, мәңгілік құндылықтарға және адамгершілікке үйретеді. Мұғалімнің басты таланты басқаларға білім бере алу. День учителя – замечательный праздник, когда мы можем выразить свою благодарность учителям за их непростой и благородный труд, за терпение и понимание, за желание видеть нас, своих учеников, успешными и счастливыми. Вы, наряду с родителями, являетесь конструкторами детских душ, по кусочкам складывая в нас добро и такие важные качества, как благородство, патриотизм, любовь к родным и уважение к старшим. С праздником, вас, любимые учителя! Мен үшін ұстаз ол универсал адам. Тек қана өзінің сабағын ғана беріп қоймай, оқушыларына әрдайым өзінің өмірлік тәжірибесі мен кеңесін беруге дайын тұрады. Ұстаз сенің екінші анаң сияқты. Керек кезде жанынан табылып, өз қолдауын көрсетеді. Әрбір ұстаз өз оқушысының тек қана биік белестерден көрінгенін қалайды. Осы үшін және осы уақытқа дейін маған берген білімдер үшін барлық ұстаздарыма үлкен алғысымды білдіремін. Мұғалім, ол сенің екінші анаң. Алғаш мектеп табалдырығын аттағанда алдыңнан жылы жүзімен күлімдеп қарсы алып, қаншама жылдар бойы сені білімдермен сусындатып, тәрбие беруші жан. Ұстаз, бұл тек қана білгенін үйретуші ғана емес, тұла бойы тұнған өнеге, тәрбие иесі. Учитель – это не только тот человек, обучающий наукам, но и носитель духовности и нравственного начала. Учитель – это осознание огромной ответственности перед государством, обществом, а самое главное – перед учеником. Учитель обучает, воспитывает и направляет ученика в положительную сторону и играет огромную роль в формировании личности каждого человека. Для меня учитель – это больше, чем профессия, это призвание и дар свыше. Своим ежедневным кропотливым трудом педагог создает личность человека, задает ему нравственные ориентиры и стремления молодежи, закладывает фундамент будущего. Біз кешпеген өмірдің ақ-қарасын, жалықпай бізге соны ақтарасың. Біз түгіл бүкіл әлем бас иеді, ешбірі осында жан таппағасын. Ұстазым асқар тауға жетелеген, ұстазым ана шындай мәртебеген, ұстаз ғой ақылшымда қамқоршым, сондықтан да бас емің алдында мен.
Ұстаз деген жүректің батырлығы, ұстаз деген әлемнің барасылы. Әркез білім нәрімен сусындатқан, ұстазым әрқашанда екінші анам. Учитель – особенный человек в жизни каждого ученика. Спасибо вам за наши знания и умения. Ваш труд неоценим. Душою красивы и очень добры, талантом сильны вы и сердцем щедры. Все ваши идеи, мечты о прекрасном, уроки затеи не будут напрасны. Вы детям дорогу сумели найти, ждут вас успехи на этом пути. Важнее нет профессии учитель, или источником жизни к нам приходит. Он для ребенка больше, чем родитель, в умах детей он зернышки находит. Профессии учитель нет важнее, для всех, без исключения людей. Да и потому он продолжает быть мудрее, души кусочек отдает своей. Пред ним проходит столько ребятишек, а он их помнит, сердце сохранит. И провожая взрослых, но детишек, слезу свою им вслед вдруг обронив. Учитель учится и сам он, есть в каждом поколении свое, и все мы отдаем земной поклон, ведь что он дал, останется мое. А мы порой даже забываем поздравить, дать им немножечко тепла, ведь он один, всегда на страже, дорога от него у нас светла. Құрметті ұстаздар, және де оқушылар, сіздерді ұстаздар мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті ұстаздар, сіздерге зор денсаулық тілеймін. Және де істеріңізге сәттілік тілеймін. Оқушылар, сіздерді мектепті жақсы оқуға, және де болашақта Гарвард сияқты, және де Оксфорд сияқты мықты оқу орнына түсіп кетсін деп шын жүректен тілеймін. Құрметті мектеп басшысы, сізді ұстаздар мерекесімен құттықтаймын. Сіздің арқаңызда мектеп гүлдейді, және де өркендейді. Бәріне сәттілік, және де бәріне денсаулық тілеймін. Я хочу поздравить всех учителей с праздником. Желаю вам благополучия, успехов на работе, здоровья и, конечно же, терпения. Учитель – это вторая мама. Она всегда поддержит и всегда даст советы. К ней всегда можно обращаться за советами. И она даст те знания, которые никто, кроме нее, не сможет дать. Я хочу выразить благодарность всем учителям за то, что дают нам знания, за то, что в каждом ученике находят ту самую искру и указывает верный путь. Дорогие наши учителя, поздравляю вас со Всемирным днем учителя. Спасибо вам за ваше внимание и терпение, за то, что вы нас любите. Желаю вам крепчайшего здоровья, счастья и всего наилучшего. Қазіргі таңда ұстаздарымыздың еткен еңбегі еленіп, үлкен марапаттарға ие болуда. Біздің ұстаздар тіпті әлемдегі ең беделді сый Нобель сыйлығының лауреаты атағына да ие болуға әбден лайық. Алайда мұғалімдерге шәкірттерінің ыстық ықыласы мен құрметінен артық қандай биік марапат бар дейсің? Ендеше түлектеріңіздің өздеріңізге арнаған бейнеролигін қабыл алыңыздар. Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің аяулы ұстаздары, сіздерді бүгінгі кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Және дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық және жұмыстарыңызға мол табыс тілеймін. Құрметті Шымкент қаласы, химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің ардақты да аяулы ұстаздар ұжымы, мектеп қауымы, сіздерді бүгінгі төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, бірлік, бақыт тілеймін. Жұмыстарыңыз табысты болғай. Бұл жолы басқа жылдарға қарағанда ерекше болса да, осы жылда үлкен жетістіктерге, табыстарға, қызықты сәттерге толы болады деп сенемін. Сіздерге айтар алғысым шексіз. Мен сіздерді өте қатты сағындым. Биыл кездесе алмай қалдық, келесі жыл кездесеміз деп ойлаймын. Тағы да мерекелеріңіз құтты болсын. Үнемі күліп, жадырап, қызықты сәттердің куәгері болып жүре беріңіздер. Сәлеммен, сіздерді өте қатты жақсы көретін оқушыларымыз Қарайлым. Қайырлы күн, құрметті Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев мектебінің мұғалімдер ұжымы. Сіздерді барша 12 F сынып атынан келіп жеткен мұғалімдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Мектеп қабырғасында өткізген 6 жыл ішінде тек қана сапалы білім ғана беріп қоймай, адами құндылықтарды сіңіріп, тұлға ретінде қалыптастыруға үлкен ықпал еттіңіздер. Үлкен өмірге қажетті барша дағдыларды аталмыш Назарбаев зияткерлік мектебінен алдық десем артық айтқаным емес.
отбасыларыңызға амандық, өздеріңізге қажымас қайрат тілеймін. Тағы да мейрамдарыңызбен. Құрметті ұстаздарым, сіздерді бүгінгі төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Осы орайда менің сіздерге айтар алғысым бар. Алғаш біз мектепке ақылы тым аз нәресте болып келген кезімізде және шалыс басқан кезімізде сіздер біздің бетімізден қақпай, керісінше біздің қолымыздан барлығы келетініне сеніп, бізді демеп, қолдау көрсеткендеріңізге шын жүректен алғысымды білдіремін. Және соның арқасында біз бүгінгі таңда кез келген қиындыққа төзе білетін, күш-жігері мол, мотивациясы жеткілікті және әлемді өзгертер үлкен азамат пен азаматша етіп тәрбиеледіңіздер. Сіздерге сол үшін алғысым шексіз. Дүниедегі ең сауапты істердің бірі шәкірт тәрбиелеу болса, жыл бойындағы ең керемет күн ұстаздар күні. Аяулы ұстаздарды төл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге әрбір бастамада қолағай табыс пен сапалы нәтижеге қол жеткізуді тілеймін. Ұстазым ұлтының ұстамылығына тәрбиелеп жатқан шәкірттеріңіздің болашақта отан сүйіп елім дейтін, еш уақытта ерінбейтін, көздерінде жалын бар, ойларында дарын бар Қазақстанның адами, интеллектуалды капиталы болуына тілектеспін. Және де бір әріп үйреткен мұғалімге 40 жыл бойы сәлем беру міндет болса, 6 жыл бойы тәрбие мен білімнің қатар берген ұстаздарға өмір бойы құрметтеп алғыс айтып, артық етпес. Тағы да мерекелеріңізбен. Дорогие учителя, хотелось бы поздравить вас с этим замечательным праздником, с Днем Учителя, и выразить вам свою благодарность за все эти годы, которые вы подарили, за все знания, которые вы сложили. За бесценные знания и труд, которые сформировали в каждом из нас какую-то личность. Не переставайте дарить свой свет всем людям, которые стремятся к знаниям. Благодаря вам вырастают такие умы, такие люди, которые меняют мир. Поэтому знайте, что это все не ушло зря, и все ваши старания всегда откладываются в нас. Берегите себя, потому что вы необыкновенные люди, каждый из вас, который встречал. Сейчас, проживая студенческую жизнь, я осознаю, что тот багаж знаний, который я приобрела в школе, очень мне пригодился и в дальнейшем пригодится нас. Так что продолжайте это делать всегда и с большой любовью. Dear teachers, thank you very much. I would like to express my gratitude to all of you for your work, for your support. See the good inside me, take my hand and guide me your way. Teacher, if you see me giving up, teach me how to stand up again. Thank you for all that you have done, and thank you for all you do. I was molded by your hands. Thank you, so thank you. I was molded by your hands. Thank you, so thank you. Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан деп Абай атамыз айтқандай, жаны жайсаң, жүрегі алтын, жүзі жарқын, алақаны аялы ұстаздарға кезігіп, тәлім тәрбие алған біз, шәкірттер бақыттымыз. Осындай ұстаздар барда ел тізгінін ұстайтын жастардың болашағы сенімді қолда екеніне еш күмәнім жоқ. Ардақты ұстаздар, әрқашан абыройларыңыз асқақ, мәртебелеріңіз биік болсын. Сіздер әрқайсыларыңыз ұлы құрметке лайықсыздар. Сондықтан сіздерге барлық шәкірттер атынан мың алғыс. Ұстаздар, қандай ғажап халықсыздар. Шәкіртке шыңдай биік алыпсыздар. Жан біткен жанарына нұр сыйлаған,
күндей боп күлімдеген жарықсыздар. Ұстаз болам, ол қолымнан келсе егер, маман болам, еш қалтықсыз ерсенер. Ұстаздардың еңбегінің бағасы шәкіртінің еңбегімен өлшенер. Осымен мерекелік кешіміз өз мәресіне жетті. Амандықта кездескенше сау болыңыздар. Мерекелеріңіз құтты болсын.